Mustafa'dan böyle tamam. Düştüğünü bilmiyor. Yakında varsa bunu çıkartacak. Biz niye yapalım? Biz de ben kovalım bugün. 2025 жылы 5 қаңтардағы 3078 ел барлау лицензиясы бойынша Абай облысындағы ащы су учаскесінде қатты пайдалы қазуларды барлау жоспары бойынша КОРБ РТН КПБ УЕБ СЖ 2025-2030 бойынша ашық жиналыс түрінде өткізілетін қоғамдық тыңдаудың бағдарламасы өткізу күні 2025 жыл 30 қыркүйек өткізу орны Абай облысы Абай ауданы Сарыла ауылдық округі мәдениет үйі регламенті қоғамдық тыңдау қатысушыларын тіркеу жергілікті атқарушы орган өкілінің кіріспе сөзі қоғамдық тыңдау хатшысын сайлау баяндамашыны тыңдау сұрақтар мен жауаптар пікір алмасу қоғамдық тыңдау хаттамасын қабылдау хатшы Болатов Ерзат Қарсы емес болсаңыз, Болатов Ерзат хатшы. Қарсы емессіз ба? Так. 2025 жылғы 5 қаңтардағы барлау лицензиясына сәйкес Абай облысында ащы су учаскесінде қатты пайдаланылған қазбалар барлау жұмыстары үшін келесі жобалар дайындалады. Рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасы, қоршаған ортаны қорғау бөлімі, қалдықтар басқару бағдарламасы, өндірістік экология бақылау бағдарламасы, 2025-30 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Ең жақын елді мекен ащы су учаскесінің ең жақын елді мекен Сарыла ауылы 36 шақырым 2 шақырым қашықта орналасқан. Ең жақын су объектісі сізге картаны айтып тұрады ғой. Орналасқан ащы су өзені учаске ең жақын су объектісі 753 шақырым қашықта орналасқан ащы су өзені. Жұмыстары орындалу күнтізбелер кестесі, ол жұмыс түрін бәрін айтып өтпеймін енді. Оның ішінде геохимиялық сынау, гидрохимиялық сынау, геологиялық маршруттар, геофизикалық зерттеулер, жерді магниті түсірілім, жердегі электр барлау, электромагнит түсірілімі. Қазір жағдай 4 ластаушы көз анықталған, оның ішінде жаңа айтқандай дизель генератор, ДЭС-ДЭУ, бұрғылау қондырғысы күштері жіктегі және арықтарды экскаватормен өндіру және бұрғылау қондырғысы. Қалдықтар. Осы жұмыс жүргізілгенде 4 қалдықтар болады. Қатты тұрмыстық қалдықтар, металл сынықтары, пайдаланған мотор майлары және майланған шүбіректер. Қалдықтар басқару бағдарламасы қалдықтарды түзілген бастап мамандырылған мемлекет мекемелерге тапсырылғаннан кейін қозғалыс бақылауға алу, қалдықтарды шығаруға шарт жасасу. Қалдықтарды уақытша жинау барысында ыдысты маркировкалау, қалдықтарды жинау және сақтау орындарын жабдықтау және қалдықтарды жабдықтау жерлерге ретсіз төгуге жол бермеу жөнінде қызметкерлерге нұсқаулар өткізу. Табиғи қорғау іс-шаралар жоспары. Шекарасында көзделген жөнінде іс-шаралар жасып, жерікті күту, өндіріс және тұтыну қалдықтар мамандырылған ұйымдарға жинау, есепке алу және уақытылы тапсыру. Ластаушы көздері инструменталдық әдістеме 90 сайын өлшемдер жүргізіледі. Жобаға сәйкес ластаушы заттардың атауы азот, азот диоксид, сера диоксид және углерод. Атмосфера ауа сапасы 90 сайын жүргізіледі. 3 рет бақылау жүргізіледі.
Жалпы мына жұмыста жүргізген кезінде, жаңа айттыңыз, ол қазбалар барлау жұмыстары жүргізгенде, ол санитарно защитный зонада, санитарлық аумағында өлшемдер жүргізіледі, жұмыс жүргізген кезінде. Квартал сайын, әрбір квартал сайын, кварталда бір квартал бір рет жүргізіледі. То есть бір жылда 4 рет. Сұрақтарыңыз болса, қысқаша осы. Жаңа учаскені айтып кеттік қой, мынау Саржал учаскесінің соң қасында орналасқан. Сонда екі участок қой, Саржал және Ащысу. Екеуінің мақсаты біреу-ақ қой бұлар. Саржал деген қай жерде ол? Қадан? Сол қасында жаңағы картаны көрсеттің ғой. Жеті сонда бір қарай болма. Ащысу маңы бар. Енді барлау жұмысы, жаңағыда айтып жатырмыз ғой, барлау жұмысымен біз ешкімге қарсы емес қой, қажеті бар болсаң да жер астының байлығын анықтау. Оның енді әрі қарай пайдаланғаннан кейінгі біздің мына жердегі елді мекеннің айтатын зары сол. Енді мынау әлгі әлеуметтік желіден де көп жерден естіп жатасың ғой. Ой, баяғы жерін қазып жатыр, мына жер талқандап жатыр, сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, жаңағыдай малға зиян болып жатыр деп. Енді біздің айтатын қазба байлығын көп көрдік қой, бұл жердегі жаңа айтып өтті ғой. Бұлардың ең несі өндірер кездегі сианид деген өте ұлы нәрсе. Міне осыған аса сақ болу керек. Ол суға да, малға да ештеңеге әсер етпеу керек. Бізде барлау жұмысында цианид қолданады. Жоқ, біліп тұрмын ғой, енді келешегін айтып жатырмын. Енді сендер қазір тек қана зерттеп жатсыңдар ғой. Бұл енді тегін металл зерттеліп жатқан жоқ қой, бұл ертеден зерттелген. Жаңа мына кім айтып отыр ғой, Совет өкіметінің кезінде сол Қарабас деген бар ар жағында жақын жерде. Айлап отырған сөзді, мәгазинде шығып тұрған. Соларды зерттеу қағаздары мүмкін Россияда шыққан шығар мысалы, солардан тауып алу мүмкін ғой енді, мына жерде бар екен деп. Енді оның бәрі біз оған ойымыз жетпейді ол жаққа қарай. Біздің айтатынымыз әйтеуір халқымызға осы жерге үлкен карьера ашылып жатқан күннің өзінде халықты шеп қалу керек. Көмегін жасау керек, медициналық жағдай, жол жағдайы, ауылдың тазалығы, бұның бәрін біз жәдегізгеннен кейін әрі қарай ұмытпау керек. Егер халық деген біз болмасақ та кейінгі ұрпақ бар ғой артымызда. Сондықтан да қазір дүниенің бәрін ақша шешеді, өзі екі карьеріңді бізге ақшаны болсын бюджетімізге, Саржалдың бюджетіне толтыру керек. Енді онымен енді ешкім қалтасын салып кетпейді ғой, осы ауылдың тіршілігі үшін пайдаланамыз. Жаңағы тазалығымызға пайдаланамыз, құрылысқа пайдаланамыз, тағы жаңағы техникаларды аларымыз мүмкін. Мен техника деген енді арасында бір 10 миллион теңгенің техника сол жаңағы. Оның әрі қарай, сондықтан да тек қана бізді қаражатпен шешсін. 50 алды екеуі 100 миллион теңге ақша берсін жылда біздің ауылымызға. Саржал, енді ол ертең, енді bunu көріп отырған шығар, ертең мысалы үшін Абай облысы Абай ауданы дейді. Бұл енді жер Абай ауданына қарай негізінде. Жер аудандық жер шешімін ауданның жер картасына шешеді. Енді біз осы жерде тұрып жатқан халық болғаннан кейін бізге келіп тұр. Ал ертең жаңағыдай айтқандай осы дүниенің бәрі мына жерде жаңа бағана айтып кеттім, алтын қазылған. Сол кездегі менің ойымда Төлебеков деген әкім болды. Где-то айда ма, кварталында ма 25-30 миллион теңге ауданның налогына құйылды бюджет. Көп кешікпей бәрінен жұрдай болды. Ол бәлем болды, ақ болды, көп болды, байырып болды. Сондықтан да ол енді аудан өзіне қарай тартпай осы жерде халқына көмектесу керек. Тура осы жерде халқына көмектесу керек. Енді мен ауданнан бөлініп кеттім, ауданда шаруам жоқ деген сөзден аулақпын. Бірақ осы жердің жергілікті біз 40 жыл мына полигон зардабын көрдік. Полигонның жаңағы сенен де жақын жерде, 20 шақырым жерде атылған. Мына жерде көл бар, 20 шақырым атылған көл деген бар, 18 шақырым ашық атылған. Біз соны көрген халықпыз. Біз енді ол кезде жоқпыз. Біздің алдымыздағы ағаларымыз көрді, біз шет жағасын көрдік. Мына Амантайлармен қазір біз 72-ге кеттік. 72 жыл осы жерде осы полигонды ауа үстіп келеміз. Бұның бәрі тек қана осы мына кешегі жылқының еті, жылқының қымызы. Осы Астанада бүкіл қымыздар осы бренд болып шықты ғой саржы. Оны біз ол кезде ғылыми түрде зерттеген жоқпыз, бірақ оказывается сол бізді сақтап қалған екен. Мына полигон біз көрмеген жеріміз жоқ біз дүниенің бәрін. Бірақ мынадай дүние ашылып жатқан кезде халқымызға көмектесін. Кім тыңдап отырса да осылардың басшыларына жеткізіңіздер.
Endi sendер жас баласыздар ғой, сендер айтқан тапсырмамен келіпсіздер, біз оған қарсылығымыз жоқ. Айтып келіп жатқандарыңа дұрыс, оны ұқты. Бірақ жаңағы жеткізіңдер. Менің айтарым осы жеткізіңдер, халықтың айтады. Мына кісілердің бәрі жаңа мал туралы айтып жатыр, жердің су туралы айтып жатыр. Осының бәрі тегін дүние емес. Аны қожалық жаңа айтады, қожалықтар бар, ертең ол қожалықтар айтуы мүмкін. Саршалдың малдарың жатыр, әкет, менің жеріме мыналар келді, әкет деуі мүмкін. Тағы да тартысып қалады бірімен бірі. Осындай дүниелер, енді өздерінің пікірлерін айтыңдар. Менің айтатыным тек қана осы жерге үлкен көмекшісіз. Бірінші бастамасы осы барысымен айтып, бір скорый жібер бізге. Үйде айтты, қазғаным, жерді қазғаным үшін скорый сұрап жатыр деді. Будет кеткен үшін, ана жерде министрліктің тыңдап отыр едім. Тыңдап отырсың. Естіліп жатыр ма дейді? Жаңа естілген жоқ. Мына сөйлеп Ана отырсың. кеше сені мен өзім келе алмадым, мен де сол Асқардың жаңағы қасында жүрген жұмыстасымыз. Сіз айтқаныңыз өте орынды. Ол жаңағы сіз айтылған жаңағы сөздердің бәрі ертең хаттама береді. Ол хаттама Видеода, хаттамада болады. ана экологияның өзінің национальный банк деген бар, жаңағы базадағы ана МВД деген бар, экопортал. Сол экопорталға сол хаттама осы видеода айтқан сөздеріңіз бәрі осы хаттамамен бірге сол жаққа ілінеді. Сосын ол құжаттардың бәрін біздер ертең ана экспертизаға тапсырамыз. Бәрі сізге айтқан сөздеріңіз жаңағы бәрі бар. Енді мен айтайын деп едім, жаңағы сіз цәйнит дейсіз. Енді қараңыздар, бізде мысалға ертең барлау жұмыстар біткеннен кейін карьера ашуға оған арнайы лицензия алынған. Ол лицензия алу үшін бізде осылай келіп, тағы да қоғамда өткіземіз. Ол тек қана мысалы бір келіп кетіп қалған деп ондай жоқ. Біз енді бізде Орхусский конвенция бар, соған Қазақстан мемлекетіміз қол қойылды. Орхусский конвенция бұл жаңағы қасындағы тұрған ауылдық тұрғындарға бүкіл жаңағы істеліп жатқан, істелетін жұмыстардың бәрін біз түсіндіру міндеттіміз. Сол себептен жаңағы біздің жаңағы Асқар сізге келіп осы жұмысты туралы ескертіп айтып жаңағы бүкіл қандай жұмыстар өткізілетінін бәрін айтып жатыр. Сіздің айтқаныңыз өте орынды, оның бәрін жазамыз және де хаттама алып Дұрыс, ұнықты. Қазақстанда кішкене қозғалыс басталған екен. Кішкене болса да қозғалыс бар екен. Дұрыс. Тағы бір сұрақ мүмкін болса. Мына осындай жаңағыдай карьерлер ашқан кезде, жаңағы компаниядан келдік, мына жаңағы қазық болғаннан кейін осы жерді түгел жауып, сол жерді көгалдандыру, жаңа гүлдендіру деген керек. Енді мына кісілер жаңа жолда келдіңіздер. Мына жерде Жанан алтын бар, мына жақта бізде мына Қосқұдық деген алтын қазу байлықтардың орындары бар. Солардың біреуі жабылған жоқ, даже көгалдандырмады. Енді сіз ана жоғары жақтан хабарласаңыз, осының бәрін орнына келтіру керек негізі. Келгенде ең бірінші бұлар доғырып отырғанда осындай дүниелерді айтып кетеді. Бірақ бір жаңағыдай ашық шашқылар бар, солардың біреуі орнына келген жоқ. Әзірге жерде бізде көмір бар. Қаражан. Солардың да алынған карьерлердің орындары түгел жабылған жоқ. Бұл енді жалғыз ғана біздің мына ауылдың несі емес, бұл проблемасы. Бүкіл енді Қазақстанның жері болғаннан, мемлекеттік жері болғаннан кейін бұлар жаңағыдай орнына келіп қалыптасу керек бұл жеріміз өзіміз. Міне осы мен сізге қоятын сұрағым. Соларды көгалдандырып кетсе деген жауап, хотя бы жауап кетсе. Бұрлап біз отырмыз. бізде жаңағы өзіңіз білесіз енді бұрыннан бері жүргесін енді бүкіл қалай барлау жұмыстар атқаратын өзіңіз бізден де артық білесіз. Яғни бұрғылай, кернала, оны жібереді. Орда бізде жалпы осы жобада сосын жұмыстар сразу қарастырылды. Яғни біз ертең бұрғыланнан кейін бұл жаңағы нүктеміз жабылады. Техникалық рекультивация бар, биологиялық рекультивация керек болса биологиялық жасап өзіміз кетеміз. Енді сіз айтқан проблема енді ол өте ауқымды мәселе Қазақстан бойынша. Ол енді құзыретті органдарға енді қойылатын сұрақтар көбіне. Енді біздер енді ол жақты да көтеруге тырысамыз. Енді ол біздің қолымызда емес, енді бірақ сіз айтқан заттарды енді жеткізуге дұрыс тырысамыз. Сұрақтарыңыз болса? Сұрағымыз жоқ.
сұрақ бар ма? УП-де сұрақ бар ма? Абай облысы бойынша. Сәлеметсіз бе? Сұрақ жоқ. Сұрақтарыңыз болмаса? қоғамдық мына хаттамасына қатысуларыңыз жоқ па? Жоқ, қатысуым жоқ. Келіп алып жатқан жаңа айтып отырмын ғой. Осы талай мен талқандап кетті ғой айтпай ақ. Айтып жатқандарым жоқ. Бізде жалпы 22 лицензия бар осы Бұрғыла учаскелеріне. Енді біздер бір күн емес, енді бұйырса 14 қазанда тағы да бір участок бойынша 30-79 бар. Сол бойынша тағы келеміз. Енді заң сәйкес осындай жұмыс бастайын деп жатырмыз. Қандай ұсыныстарыңыз бар деген сияқты. Соны бәрі жазып алып, хаттамаға келіп беріп тұрамыз. Қазақтың өзі қазбаймыз енді қайдан білейін. Шетел бастайды, пайдасын көріп отырмыз ғой. Ол да инвестиция. 18 ай жарайды. Сұрақтар жоқ болса? Жоқ, 18 ай саржалым деме ма? 18 ай саржалым. Жоқ, тек қана саржал емес. Жоқ, ол саржал емес, бізде басқа да Павлодар айтып кеткенім ғой жалпы. Жоқ, тек қана саржал емес. Жоқ, оны вот. Канада тағы бар осы саржал алдында 30-79 лицензия бойынша. Сол есеп қойғаным алдын ала ертең бұйырса қайта келеміз. Мен де өзім бұйырса сол келіп өзім де сіздің алдында өтіп шығамын. Ой, кел. Ана, жалпы осы жерде негізі немене бар болуы мүмкін? бәрі бар. Алтын, мыс, хром, көбіне мыс, алтын, хроммен байланысты осы. Алтынның мен күмістің үстінде отыр екенбіз ғой. Алтын, жарайды. Песенде жатыр. Bizde altında da var, pistaka болады екен ғой сенде. Алтын адамдар қайда шығып десем осында. Жарайды, рахмет. Алғандар алды ғой мына жерде. Рахмет. Жаңа айтқанымызды ескеріңіздер. Жақсы дедіңіз. Ой,